Қайырлы күн, құрметті YouTube арнамдағы оқырмандарым. Бүгін мен сіздерге керемет жаңалықпен шықтым. Именно әйелдерге арналған және без первоначального взноса, яғни бастапқы жарнасыз квартира алуға болатын программаны түсіндіремін. Кім баспаналы болғысы келеді? Кімге осы тақырып маңызды? Бірден подписаться кнопкасын басып, лайк басамыз. Елімізде өзі 2-ақ программа бар, баспананы бастапқы жарнасыз алуға болатын. Яғни, сіздің баспана алуға арнайы жинаған депозитіңіз, жинаған ақшаңыз жоқ болса, осы 2 программа арқылы алуға мүмкіндігіңіз бар. Мен бұл 2 программаның ішінде бүгін біреуін түсіндірем, бұл ұмай программасы. Ұмай мемлекеттік бағдарлама және ол әйелдерге ғана арналған, тек әйелдер ғана осы программамен баспана алуға мүмкіндігі бар. Ұмай бойынша бізде жуырда 10 мамыр күні уже құжаттарды қабылдау басталады. Отбасы банк арқылы жүретін программа. Бірақ сіздің отбасы банкінде, яғни Жилстройсбербанкте депозитіңіз жоқ болса да қатысуға мүмкіндігіңіз бар. Сіздің атыңызда квартира бар ма, жоқ па, не имеет значение, маңызды емес. Квартираны тек мына жаңадан салынған үйлерден ғана емес, екінші вторичный рынок дейді ғой, яғни өзге нарықта бұрыннан бар пәтерлерден де сатып алуға мүмкіндігіңіз бар. Бізде қазір осы 10 майда құжат қабылдау басталады, оған мемлекеттен бөлінген сумма 15 миллиард 6 миллион. 15 миллиард, почти 16 миллиардқа жуық сумманы мемлекет әйелдер баспаналы болсын деп бөліп шығарып отыр. Бұл деген сөз, мемлекет осындай ақша бөлді демек бізге тегін таратады деген сөз емес. Мемлекет именно оны банктерге бөліп отыр, әрі қарай банктың пайызы қатты үлкен болмау үшін, яғни белгілі бір пайызын оның мемлекет төлейді. Яғни осы 16 миллиард сол пайыздың белгілі бір бөлігін төлеуге ғана кетеді. Енді қараңыз, сіз алатын пәтердің бағасы 30 миллион теңгеден артық болмау керек. Осы мемлекеттен бөлінетін 15 миллиард 6 миллион теңгенің 40%-ы мына 4 қаланың әйелдеріне арналған, 4 қалада баспана алуға арналған. Ол Алматы, Астана, Атырау, Ақтау қалаларына 40% кетеді осы 15 миллиард суманың. Қалған 60% өзге аймақтарда баспана алуға жіберіледі. Жоғарыда айтқандай, сіз алатын баспананың құны 30 миллионнан жоғары болмауы тиіс. Бұл ұмай бағдарламасы мемлекеттік бағдарлама, сонымен қатар оның үстінде сыйақы пайызы бар, яғни процент, қарапайым тілмен айтқан кезде 15,4%-бен аласыз. Мысалға бізде бөлек программалар бар ғой, 7-20-25 деген, бірақ оның лимиті өткенде 3 минутта бітіп қалды деп естідім мен. И то ол жерде первоначальный взнос бар. Сондықтан мына жерде 15,4%. Сізге жоғары көрінуі мүмкін әрине, бірақ бұл ұмай мен ипотеканы сіз отбасы банк арқылы аласыз. Және сіз алғашында төлеп жатқан кезде 50% жиналған екен, бұл 15,4 деген пайыз, кейін 3,5%-ға, 5%-ға төмендейді, азаяды, бұл процент азаяды прям, және 3,5%-ға дейін азаюы мүмкін. Бұл уже уақыт өте келе бірнеше жылдан кейін сіздің жинағаныңызға қарай, иә? Осы орайда мен сіздерге мынаны айта кеткім келеді. Бағдарлама без первоначального взноса бекітілген, яғни мемлекет қол қойған кезде президентінің барлығына, бұл бастапқы жарнасыз программа болып есептеледі. Но дегенмен бұл бағдарламаның мынадай бір қосалқы шарты бар. Егер сіздің алатын жалақыңыз, яғни табысыңыз айына 550 мың теңгеге дейін болса, 15% бастапқы жарна құю. Егер сіздің жалақыңыз 550 мың мен 640 мың теңгенің арасында болса, 20% бастапқы жарна құю деген қосалқы шарттарын көрсетеді әдетте. Ол неліктен? Сіз мына банктен алған кезде бастапқы жарна деп көрсетпейсіз, бірақ бұл орайда сіз мысалға 30 миллион теңге үй алатын болсаңыз, егер сіздің зарплатаңыз 550 мың мен 640 мың арасында болса, онда оның 20%, значит, сенде 6 миллион теңге болу керек деген сөз. Сондықтан менің беретін кеңесім, енді соңғы уақытта осылай істеп жүрген жер бар, бағдарламаның өз шартында прям, отбасы банктың сайтында да көруге болады, 0% бастапқы жарна, без первоначального взноса дейді. Бірақ мына жақта сен первоначальный взносты застройщикке, немесе үйді сататын адамға, продавецке төлеген болып келуің керек. Сондықтан осы орайда өздеріңіз енді заңды түрде осының барлығын жасай отырып, тіпті сіздің бастапқы жарнаңыз жоқ болса да, баспана алуға мүмкіндіктеріңіз бар. Именно осы программамен алып жүргендер көп. Өйткені программаның, қайталаймын, программаның ресми түрінде бастапқы жарна көрсетілмеген. Дегенмен банк талап етеді, ана жақта застройщикке, как будто сен продавецке уже бастапқы жарна төлеген сияқты болып келуің керек қой. И бұл жерде сен тек қана жаңадан салынған үйлерді алмайсың. Бұрыннан нарықта бар, уже ремонтымен, мебельмен үйді алуыңа болады. Бұл жерде
уже ары қарай өзіңіз ойланыңыз, иә. Арғы жағын айтпаймын, ішің білсін әлуа дегендей. Сіз мына жақта енді сатушымен қалай келіскеніңізге байланысты болып тұр ғой. Өйткені программаның өзінде бастапқы жарынан 0% деп көрсетілген, но банктегілер қосалқы талап етеді практикада. Практика дегеніміз бұл бізде жазылатын заң бар, плюс мына қалай жұмыс істейтіні бар ғой, иә. Банктен одобрение алуың үшін сен мына жақта алдымен сатушымен дұрыс келісуің керек. Өйткені банк сенен сұрайды. Сатушыға 20% первоначальный взнос бердіңіз ба деп сұрайды. Немесе сатушыға 15% первоначальный взнос бердіңіз бе деп сұрайды, егер сіздің жалақыңыз 550 мың теңгеге дейін болса. Бұл жерде жалақың міндетті түрде 550 мың теңге болсын деген шарт емес. Кейбіреулер осыдан қорқады. Кеше бір комментарий оқыдым, біреу жазыпты. Осы Қазақстандағы бүкіл программаларға менің жасымнан басқа ештеңем сәйкес келмейді деп. Қараңыз, достар, міндетті түрде сенің зарплатаң 550 мың теңге болсын деген сөз емес. Может, сенің зарплатаң 250 мың ба? Пожалуйста, ұмаймен бере аласың. Но главный сатушымен қалай келісесің әлгі банктың қосалқы сұрайтын первоначальный взносы бойынша. Егер сіздің жалақыңыз банкке барып, осы ұмай ипотекасымен есептеген кезде табыс көзін растауға қажет қой. Табыс көзін растауға сіздің жалақыңыз жетпейтін болса, сіз созаемщик қоса аласыз. Созаемщиктің екеуін қоса аласыз. Яғни сіздің жақын туысыңыз, танысыңыз, может, туысыңыз емес, просто танысыңыз бар ма, соны созаемщик ретінде қосуға мүмкіндігіңіз бар, және төлем қабілетіңізді осылай растауға мүмкіндігіңіз бар. Достар, қазір бұл программа сізге бір небылица, сондай бір арман, сізге сәйкес келмейтін программа сияқты болып көрінуі мүмкін, бірақ прям қатты кеңес беремін. Өткен жылғыдай бізде программалар жоқ уже. 7-20-25 вообще әрең болып жатыр, ол үлбіріп тұр ғой, кәдімгідей 3 минутта 10 минутта бітіп қалады заявкалар. Ұмай әлде қайда жақсы программа. Салыстырмалы түрде айтамын, иә, прям конфетка емес, прям күшті емес, бірақ салыстырмалы түрде басқа программалармен салыстырғанда, екінші деңгейлі банктердің өз собственный программаларымен салыстырғанда ұмай әлде қайда сізге сәйкес келеді. Жоғарыда айтқандай, зарплатаң 550 мыңға дейін болса, әлгінде 15% первоначальный взносты застройщикке, продавецке берген сияқты болып келісуге болады. Енді бересіңдер солай, главный ол застройщиктен, продавецтен маған первоначальный взносты берді дегендей не керек. Банк соны талап етеді екен. Егер төлем қабілетіңіз жетпесе, онда созаемщикті қосу қажет. Кемінде емес, максимальный 2 созаемщикті қосуға болады. Қайталаймын, программа сізге қиын болып, қымбат болып көрінгенімен, дәл қазір сіз кемінде 100 мың, 150 мың теңгені біреудің пәтеріне төлеп жүрсіз ғой. Сондықтан прям зацепитесь, прям вцепитесь осы программаға, қарастырыңыз, мен қай шартына сәйкес келем. Созаемщик іздеңіз, егер может таныстарыңыз бар болса, сәйкес келетін, туыстарыңыз, может күйеуіңіз да, және осыған сәйкес келетін үйлерді іздеңіз. Егер сіз шын ниет етіп, прям талпынсаңыз, ала береді несібеңізді. Мен бұған қатты сенемін, енді дәл қазір бұны артық болар, может, енді видео ұзарып кетеді. Ең алғашқы пәтерімді мен общежитияны қоспағанда госпрограммамен алғанмын. Менде почти шанс жоқ болған алуға, но мен Аллаға шүкір алғанмын. Ол туралы кейін басқа видеода айтармын, иә. Сондықтан әрекет етіңіздер до конца. Видео сіздерге пайдалы болатынына мен сенімдімін. Сразу подписаться кнопкасын басыңыздар мында, иә, және лайкты басыңыздар. Тіпті бұл программа өзіңізге ұнамаса да, прям поделиться деген кнопканы басып, группаларға жіберіңіздер, может басқаларға сәйкес келеді. Сіз баспаналы болмасаңыз да, өзгелер хотя бы баспаналы болсын. Кеше бір имамнан естідім, 4 қайтарылмайтын тілек бар дейді, соның бірі мұсылманның мұсылманға тілеген тілегі дейді. Сіз өзіңіз сәйкес келмей тұрсыз ба? А может, мына группадағы адамдарға сәйкес келеді деп соларға жіберсеңіз, может, сол жердегі адамдар ұмайымен сіздің көмегіңізбен баспаналы болуы мүмкін.